Жалқау қоян ертегісі. Баяғы өткен заманда орманда құрғақшылық болыпты. Жаз келсе де бір тамшы су жаңбыр жаумапты. Шөлден азап шеккен жануарлар бір шарасын ойлап табуға жиналыпты. Сөйтіп араларындағы біреуінің ұсынысымен құдық қазуға бел буыпты. Барлық жануарлар тіпті құстарға шейін күндіз-түні еңбек етіп құдық қазуға кірісіпті. Бірақ араларындағы қоян ғана "Мен әлі кішкентаймын" деп жалқауланып жұмыс істегісі келмепті. Қоянның бұл еркелігі өзге жануарлардың ашуына тиіпті. Сөйтіп жануарлардың еңбегі босқа кетпей, қазған құдықтарынан мұздай су шыға бастапты. Мұны көрген олар қуанып, суда қанып ішіп әрі жуыныпты. Ал құдықтың қазылуына көмектеспеген жалғыз қоян ғана су іше алмапты. Орман патшасы арыстан қоянның құдыққа жақындамауы үшін күн сайын кезегіш тағайындапты. Қоян істеген ісіне іштей өкінсе де, бұл өкінішінен ешқандай да пайда болмапты. Бір күні түнде кезекшілік кезегі пілге келіпті. Пілмен дос болған қоян ешкімге білдіртпей су берер деген оймен қасына барыпты. Сөйтсе піл ұйықтап жатыр екен. Қанша оятса да ұйқысына тұрмапты. Болмаған соң құлағына барып айқайлапты. Ұйқысынан шошып оянған піл құдықтың шетінде үйелеп тұрған үйіндіге соқтығысып, үйіндіні құдықтың ішіне құлатып алыпты. Осылайша құдық бітеліп қалыпты. Болған оқиғаға қатты қайғырған піл "Мұның бәрі менің кесірім, енді не ішеміз, ертең жануарлар не дейді" деп жылай бастапты. Қоян: "Достым, қайғырма, бір жолын табармыз. Екеуміз де осы құдықты қазатын болсақ, таң атқанша бітіріп қалармыз" депті. Сонда піл: "Сен кішкентай, әрі әлсізсің ғой" десе қоян: "Енді көр де тұршы менің қалай жұмыс істейтінімді" депті. Шынында да қоян білегін сыбанып іске кірісіп, таң атқанша пілмен бірге құдықты қазып тастапты. Ертеңіне піл барлық жануарларға қоянның еңбегін айтып мақтапты. Барлығы шапалақ ұрып құдықтан су ішуіне енді лайықты болғанын айтыпты. Қоян су ішкенімен қоймай, өзге жануарлармен қайта татуласқанына да қатты қуаныпты. Өзін орманның бір мүшесіндей бақытты сезініп, олай болса, балалар, еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті деп ата-бабаларымыз бекерге айтпаса керек.